Мен Алматы қаласы Түрксіб ауданы номері 187 бөбекжай балабақшасының меңгерушісі Омарбекова Фарида Қызырханқызы. Биылғы оқу жылы мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту саласы үшін жаңалықтарға толы. Балалардың қызығушылығын ескере отырып, дамыту мен тәрбиелеу процестері тәсілдерін өзгертуді көздейтін, педагогтың уақытпен шектелмей, барынша шығармашылықпен жұмыс жасауына мүмкіндік беретін жыл болып отыр. Оқу жылындағы бағыттарымыз айқын. Баланың балалық шағын қызықты өткізуде не жасай аламыз деген оймен, балаларды ерте дамыту институты мамандары кеңесімен әдістемелік нұсқау хатта көрсетілген балабақшамызда мобильді кітапхананы дайындап, бүгінгі күні назарларыңызға ұсынып отырмыз. Бұл мобильді кітапхана педагогтар, ата-аналармен бірлесе отырып, балаларға арналған ертегілер мен көркем шығармаларды дауыстап айтып беріп, QR-код қойылып әзірленді. Кітапхананы әрбір топ педагогпен бірге және әрбір бала өзі немесе ата-анасымен бірге қолдана алады. Осы жұмысты жасауда ата-аналар да, педагогтар да белсенділік танытты. Бұл бізге баланы тәрбиелеу мен дамытуда ата-анамен бірлесіп ықпалдастықты дамытуға мүмкіндік берді. Ұрпағымыздың кітапқа деген қызығушылығын, білімге деген құштарлығын ойнап отырып, ойлану негізін балабақшада бірге қалайық әріптестер. Болашақ балабақшадан басталады.